Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жұмсақ болып шығатын пончики дайындаймыз. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Бізге ең алдымен сүт қажет, жылы сүтке тұз қосамыз. Қант және дрожж салып жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырып, ерітілген сары май қосамыз. Және бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз венчикпен. Ұнды електен өткізіп, екі бөліп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығуы тиіс, және салфанға орап, жылы жерге бір сағатқа қоямыз. Ары қарай жайып, пончиктің формасына келтіреміз. Және қызған отта майға қуырып аламыз. Қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осылай әдем жұмсақ болып шығады.